Сәлем достар, бүгінгі видеода ерекше бизнес идеялармен бөлісетін боламын. Жалпы видеоны толық көрместен бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Кептірілген гүлдің үйге пайдасы өте мол, әрине интерьер жағынан. Кептірілген гүл гипоаллергенді, экологиялық таза өнім. Үйді жылу мен жағымды хош иістендіреді. Сәндік құндылығын ұзақ уақыт сақтайтын кептірілген гүл ерекше шабыт беріп, шығармашылық еркіндік береді. Әлеуметтік желіде белсенді болсаңыз және сату маманы болсаңыз, кептірілген гүлдердің композициясын жасау арқылы да табыс тауып отырған қыз-келіншектер қатары өте көп. Балаларға жасалатын массаждар үлкендер массажына қарағанда әлдеқайда күрделі және аса ұқыптылық пен ептілікті қажет етеді. Алдымен баланың арқасы тегіс тиіп тұратындай қатты түзу төсек немесе арнайы үстел керек. Негізінде 1 жасқа дейінгі бөбек үшін күнделікті массаж жасап тұру өте тиімді, себебі ол бала денесінің дұрыс дамып жетілуін қамтамасыз етеді және түрлі аурулардың алдын алады. Балаларға массаж жасаудың басты ережелері: массаж қозғалысы сыртынан ішіне қарай жасалынады. Екіншіден, бөлме жылу болуы керек. Жөндеу техникалық қондырғының істен шыққан тетіктері мен бөлшектерін жөндеуден өткізіп, қайтадан іске қосу мақсатында жүзеге асырылатын техникалық шаралар жиынтығы. Телевизор, отау ТВ, каналдар қалпына келтіруін және программалар жойылуын, сонымен қатар шаң сорғыш пештерді қайта қалпына келтірудегі жөндеу сұранысы да өте жоғары. Қоян өсіру шаруашылығында үлкен еңбек пен қабілетті талап етеді. Қоян шаруашылығы түрлі өнім шығаруға мүмкіндік береді. Терісін бас киім, жаға, жакет қылуға және дәмді әрі тез сіңетін тағамы еті. Үй қоянның 200-ге жуық түрлері бар. Салмағы 7 кг, 9 кг аралығында болады. Өмір сүру ұзақтығы 5-8 жыл, бірақ олардың өнім беруі 3 жылды құрайды. Өйткені жасы ұлғайған сайын қояндардың көбею мүмкіндігі төмендейді. Ұсыныстарыңыз болса, немесе бизнес идеяларыңыз болса, төменде комментарийға жазып кетіңіздер. Мен келесі видеода шығаратын боламын. Келесі видеода кездескенше.